Баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын дәмді жұп-жұмсақ печеньеларды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Жұмыртқамызды венчикпен не болмаса вилкамен жақсылап араластырамыз. Үстінен қант саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаның үстінен ерітілген сары майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін, ұнның үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, массаның үстіне аз-аздан салып отырып венчикпен араластырып аламыз. Міне бізде осындай қою қамыр шықты. Енді осы шыққан қамырымызды кондитерлік мөшекке салып алатын боламыз. Қамырымыздың барлығын салып алғаннан кейін салафанымыздың басын кішкене ғана кесіп, печеньенің формасына барлығын келтіріп шығамыз. Дәл осы сәтте пешімізді 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Печеньеларымызды құйып болғаннан кейін өстіп үстінен қолымызбен басып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне шамамен 15 минутта пісіп дайын болды печеньеларымыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, өздеріңіздің құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.